Сәлем достар, бүгінгі күні менің огородқа малинамды, жаңағы помидор огурцымды суғарып, шөбін жұлумен күнім өтті. Қанша күннен бері огород қаралған жоқ, су құрғап кетіпті. Навоз құю салып шықтым әрқайсына, және де суғарып судың өзін ар жақтан тасып жүріп құйдым. Еще бір-ақ рет тасымайсың, 5-6 рет тасыдым. Және шөптерін жұлып шықтым. Қараңыздар, қаншама шөп өсіп кеткен, соның бәрін жұлып шықтым. Мен, конечно, оңай болмады. Ой, жол ертең өзіңе керек, сонша еңбектеніп ектің ғой деп, өзімді өзім алдап тез шөптерін жұлып, түптерін босаттым. Содан кейін не болса ол болсын, басқа жаққа қарай жылжи берейін деп жылжыған түрім. Помидордың шөптері қатты шығып кетіпті, особенно еще қисайып қапты. Сонымен огурцыға бардым. Огурцыда жан-жағында шөптері көп емес, бірақ сонда да жұлу керек болды. Жұлып, жан-жағын бір-біріне қатар өскендерді бөлек алып, помидорларды да бөлек алып, сөйтіп аралары ашылып қалған жерлерге егіп шықтым. Бойлары сорайып, өздері не туда болып қалғандықтан бүйтіп жұлынып, жан-жағына шөптерді қойып сөйттім. Қараңыздар, қандай әдемі болып қалды. Помидорларым гүлдеп жатыр, огурцыларым әлі майда.